Арқаның ақиқатындай болған, ақан серінің жанына серік болған жалғызы құлагер еді. Құлагер жүйріктің жүйрігі, желімен жарысқан даланың еркесі. Сағынайдың асында бүкіл қазақ даласы жиналды. Бұл үлкен бәйге, үлкен сын еді. Көкшетаудың бауырайы аттардың дүбірінен сілкініп, мыңдаған жүйрік сап түседі. Ақан серінің үміті де, сенімі де тек құлагерде болатын. Бәйге басталғанда ол бәрінен оқ бойы озық шықты. Бірақ көре алмаушылық пен қастандық тасада тығылып тұр еді. Батыраш деген зұлымның іші тарлығы аттың ажалына себеп болып, аяғына тұзақ құрылды. Кенет сұмдық оқиға орын алып, даланың еркесі мерт болды. Ақан серінің зары Көкшетаудың тастарын жылатып, ақын құлагер, әкең тұлпар, шешең бие, салғандақ шығушы едің көктен ие. Шынымен мертіккенің болды ма, ат? Қапыда кеттің ау сен, дүние-ай, әттең, деп аңырады. Өнердің қанаты қиылып, тұлпардың тұяғы тоқтады. Ілияс Жансүгіров осы трагедия арқылы өнерпаздың тағдырын суреттеді. Ақанның қасіреті бүкіл халықтың қасіретіне айналды. Құлагер тек ат емес, ол қиянатқа шыдамаған еркін рухтың символы. Поэманың әр жолы жүректі тілетін мұң мен сағынышқа толы. Ілияс бұл шығармасымен өзінің де қасіретті тағдырын болжағандай еді. Бірақ шын жүйрік уақыттан озып кетеді. Бүгінде құлагер біздің рухымыздың бойтұмары. Ілиястың жыры, ақанның зары мен құлагердің шабысы халқымыздың мәңгілік мұрасы болып қала бермек.